الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل. Muttafaqun alayh. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Ибн Мас'уд радиаллаху анхудан жеткен бір хадисінде былай дейді: зұлымдықпен төгілген қанның бір мөлшері адам атаның ұлдарының алғашқысы болған Қабылға да тиесілі болады. Өйткені ол зұлымдықпен жер бетінде ең алғашқы қан төккен пенде. Адам алейхиссаламның ең алғашқы ұлдарының бірі Қабыл өзінің бауыры Абылды зұлымдықпен өлтіреді. Міне осылайша жер бетіндегі ең алғашқы зұлымдықпен қан төккен пендеге айналады. Сонымен қатар жаман бір жолға бастап береді. Яғни жаман бір жолдың басшысы болады. Және де осының артынан жалғастырып, адамдарды кімде-кім зұлымдықпен өлтіретін болса, соның белгілі бір күнәсі адам атаның баласы болған Қабылға да жазылады екен, күнәсінің белгілі бір мөлшері. Адам баласы міне осылайша басқа да жаман бір істерге бастама болып қалуы мүмкін. Іс әрекетімен, жазуымен, немесе сөйлеуімен. Бұл нәрседен біз аулақ болуымыз керек. Егер де біз іс әрекетімізбен, жазуымызбен, сөйлеуімізбен жаман бір іске бастама болып қалатын болсақ, сол бір жаман бір істі ашып беретін болсақ, сол жолда жүретін кісілердің әрбір жасаған күнәсінен белгілі бір мөлшері бізге де келеді екен. Бұдан сақтануымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сабыр хадисінде былай дейді: кімде-кім бір жақсылыққа бастама болатын болса, жақсы бір істі бастап беретін болса, соның артынан сол жақсы істі жасаған кісіге берілген сауап сол кісіге ешқандай кемтілмей беріледі дейді. Соған байланысты біз іс-әрекетімізбен, сөзімізбен жақсы бір іске бастама болуға әрекет жасауымыз керек. Егер де кімде-кім біреудің құлшылық жасауына, ілім алуына, және де түрлі оның мұқтаждығын өтеп бере алмайтын болса, соған өтеп бере алмаса да себепші болуға әрекет жасау керек. Егер себепші болатын болса, соны оның мұқтаждығын өтегенмен тең болады екен. Алла тағала біздерді бір жаман бір жолға бастама болып қалудан сақтасын, керісінше жақсылыққа бастама болып, сол жақсылықты жасаған кісілердің сауабынан бір мөлшер алуға Алла тағала біздерге жазсын. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.